Спорт, немедер ол. Пулғаны кізінің пұсырға позыныңнан дырипар. Че өні пірлі, ол хазық шүртіз. Че спортының айғызғыны хазықталы пекті бейінже. Ол кізіні пек сандырлы қайдықда керекті күстенчік боларға үгретші. Анаңар спортқа қайдықда тұстырды алынжы қайғы салылғын. Біздің республикада ол 9 идек түзімнік апарылшы. Иде бұл күнді спорт керенің өткен айғыз шатқан ұлыстың саны 1000 жарымға шет барды. Ана оларының пайрымына физкультурниктер күніне шарадып, Кадышевтың адының культура кінінді ұлық ир-иртті. Ұлық фәйеді көздік темнелгін. Аймық сендегі марығларды чеңісшілер пұлпарған спортсменердің сайықтарын, кубоктарны, медальларны, дипломларны посхараның көріп аларға оға шапсық болған. Асқыстағы Катановтың адының Черсуқ үгренчің музей саблық көрішчі Сергей Карамчаковтың алынжы көздік темнеп салған. Мыдыпсың экспозицияда пар пояс Совет Союзында чемпионы хажину 90 жылды пұлпарған. Совет Союзның чемпионаты ұлты болғана. Ады күнік полицистік пояс ол медаль, поза медаль, алтын медаль. Ол аны, что финалда ол қарбысын үкіт тадыр спортсменер болғандар. Ол финалда қарбысын Юрий Мауштың қады. Аның үшін, что орынсыздық, что финалда үкіт тадыр болған. Аның үшін пояс медаль плюс ценностьтің тадыр жүршонға. Байрымдық ерінің өн жардығында республиканың спорт шүтізінде өткен аралы зіп түзімдік доғын жатқан пазапөз кішедігілерге шеткен ұлыс танықтытқан. Еде республиканың арылыздық бішен алғынардың санында Сойын спорт школызының тренері Павел Асачаков адалған. Спорт ұза атқа 13 спортсмен тұрысқан. Оларының санында Светлана Кызласова. Шет қыз көресінің 10 жыл айғыз парер. Олимп көрімдерінде ең артық спортсмен Наталья Малашева болпарған. Аның үгречізі Владимир Учучунов ең артық тренер адалған. Алғыс істерімді бозымның тренері Енеке Николаевич Тюмереков, который біздің жоқ олмады. И национальный гимназияға андық учителерге, что чолым андық асыл барған. Ол жылды тап ерген әрмеге. Республиканың ең артық спорт өмізі Хыстырның Хакасияның әзінізі волейбол командасы адалғын. Хакасияның алтын резерві номинацияда спорт жолында пастағы халығылыр етшеткен шет спортсменер танықтылғаныр. Бұл күнді олар Россия, Европа, Пазателік әсеніндегі марығыларды чеңісілер пұлпарғаныр.